Куәлік беруден бас тартуға болады ма? Куәлік беруден бас тарту мүмкін, бірақ бұл сіздің қылмыстық процестегі рөліңіз бен істің нақты жағдайларына байланысты. Айыптаушылар мен күдіктілер өздері өз жұбайлары мен жақын туыстарының атынан куәлік беруден бас тарту құқығына ие. Сондай-ақ діни қызметкерлер исповедь кезінде сенген адамдардың куәлік беруден міндетті емес. Күдіктілер мен айыптаушылардан айырмашылығы куә ретінде шақырылған тұлғалар куәлік беруге міндетті. Дегенмен, егер куәнің жауаптары қылмыстық жауапкершілікке әкелу мүмкін болса, ол куәлік беруден бас тартуға құқылы. Мұндай жағдайда заңнамамен негізсіз куәлік беруден бас тартуға жауапкершілік қарастырылған. 2014 жылдан бастап қорғаныс құқығы бар куә ұғымы енгізілді. Бұл мәртебе тұлғаның беретін куәлігінің екі жақты сипаты болған кезде қолданылады. Бір жағынан ол куә ретінде әрекет етеді, ал екінші жағынан қылмыстық қудалауға тартылуы мүмкін. Негізгі сәттер. Егер куәлік беретін тұлға ұсталып қалмаған және күдіктілік мәртебесіне ие болмаса, ол қорғаныс құқығы бар куә мәртебесін алуға мүмкіндігі бар. Мұндай мәртебе оның жауаптарының шындықты анықтауға ғана емес, өз қорғауын қамтамасыз етуге де әсер ететіндігін білдіреді. Бұл куә келесі құқықтарға ие. Өзіне немесе жақындарына қарсы айыптауға әкелуі мүмкін болса, куәлік беруден бас тарту. Адвокат қатысуымен куәлік беру. Өз мәртебесін бекіту туралы шешімді және істің материалдарын танып білу. Тәжірибеде қорғаныс құқығы бар куә мәртебесін анықтау және тоқтату механизмі әлі де пікір таластардың объектісі болып отыр. Сұхбаттасу кезінде тергеуші шақырылған тұлғаға оның құқықтарын, оның ішінде куәлік беруден бас тарту құқығын түсіндіруге міндетті. Егер сізді сұхбатқа шақырса, адвокатсыз бармаңыз. Өйткені куә адвокат қатысумен куәлік беру құқығына ие. Бұл сізді немесе жақындарыңызды бір қатар мәселелерден сақтай алады.